Sentябрьнің бірінде бірінші ұнығым, қадірлі қызым, бірінші қызымның қызы туды. 1 сентябрь күні, ең қуанышлы күні біз болды, Аллаға шүкір. Аннан соң тағын 11 күнден ауылға қайттық. 11 күннен бері менің ол бірінші ұнығым біздің жанда еркеленіп өсті. Шулай айттырып, яратқанлығым болды енді. Менің жанда фирмада болды. Еріп жүрді. Мен өзім ветеринарный фельдшер. Мен әби хайван врачы болмайым, кіші врачы болам деп жүрді. Сиырлардан қорқам мен дейді. Бишілерде, алтыларда оққан вақыттайын фирмаға пішен ұрларға мінем олайлар білән аны үстірі апты ше. Алтыда жейді оқам екен, шығармайым мені. Клубқа міне мұнда жиылышап бүтінісі дүниейіндалар. Қазір мен тігі жақта жатам, шушыннан шыққанда кеткен жоқ. Олып бару селетіде шул кішкене уақытта берілгендір. Қошық тұтыпмыз, шат қолына тігіні тұтып жүрдейді ол. Бізден не тұтып алып, интервью алып, ашуына кетіре тұрғаны әбейде сөйлел деп. Шуннан соң бұл өзінен көре сценарий жазуы да шуннан қалғандыраңа ұсталыққа. Өзі әкиет яза да, бақшада театр қоя бұл. Бала шағаларыны жияда, бізге билет сата. Бақшаға іскәмбиет едіп кіріп отыртады. Тігі балаларының қоры біздің ішлеген, ойнағанын. Журналистикаға кетерге ойлады. Ярар дегенде врачны ұнытты, Аллаға шүкір, врачқа жібересі келмедірегі. Бек ауыр қызмет ол. Аның әйбет жақтары көп болды енді, нашар жақтары да бола тұрған, еттіңнан беші шығып кетедірегі. Велосипедқа отырған, ортына сіңнісін отыртқан. Шуннан соң дворетник кішкене інісін отыртқан. Үшеу отырып ұрамнан кеткенде, қойты шылай бұрылған да кесек таудан түшіп, жығылып, тіз башлары жарылып, анда несі де бар инаны бәргелеп талды, шуннан қозанғап кетіп, тіктірділер тіз башларын. Аның түрлі вақыты бұл енді шуқ. Ол шығып кетсе қойта білмедірек. Мен ашаған еді. Бүтін яқтан да мен ашаған. Оқырға кіргеш. Ішлей башада татар радиосында түнде ішлейлер ел вақытта бірінші кірген кішілер. Бұл баланы түннер бұйы тыңнап жатам, дұрыс сөздерін айтыр мекен дейм, дұрыс айта білір мекен дейм, дұрыс айтмәгенні тағын өзі де шалтыратып сырай, ой қызым кіші күлдірмейінді, алай түгел ол бұлай деп айтамынды. Телевидениеға келіп көріне башлады. Анда көріне башлағаш тағы замешанилар ясый башладым. Мәржәнләрні кимей, бірәй бірді кимейм. Мен айтам, қотын қызның моторлығы мәржәнлер біле, бар биталар, киелі дейм. Көлмәктің бек кемсіздерін бітірттірдім. Бек көңіліме қорағандарын қалдырттым. Сөзімні тыңнады, шулай айттырып, екеулешіп күрештік. Әнесі біле екібізді жыл сайын санаторияға жіберді, Аллаға шүкір, бармаған санаториям қалмады. Әзгіне орта башасам апарып Қазанға больницқа салды. Әлі шуның үшін шуңа қадар ешегенмін. Бұлай 85-ке қатты ешерім деп ойламаға дейім. Олдағы күнде де исен сау болып, балаларының игілігін көріп, тегізлікте, тозалықта менің әйткен нелерім қабыл болыр, Алла бірса ешерге yazsın.